Барлықтарыңызға сәлем. Бүгін біз ауа райын сипаттауды үйренеміз. Бүгінгі тақырып ауа райы қандай? Бүгін біз ауа райын сипаттайтын сөздерді үйренеміз. Мысалы, ыстық, суық, жылы, салқын, қарлы, жаңбырлы, желді, бұлтты, солтүстік, оңтүстік, шығыс және батыс. Тапсырма. Суреттегі ауа райын сипатта. Күн ыстық па, суық па? Тексер. Күн ыстық. Келесі. Күн қарлы ма, жаңбырлы ма? Дұрыс жауабы күн жаңбырлы. Тапсырма. Күн желді ме, бұлтты ма? Дұрыс жауабы күн желді. Мынаны есіңде сақта. Не деген сұраққа бұлт, жаңбыр және қар деп жауап береміз. Ал қандай деген сұраққа бұлтты, жаңбырлы және қарлы деп жауап береміз. Тапсырма. Суреттегі ауа райын сипатта. Дұрыс жауабы жаңбырлы. Келесі тапсырма. Суретте қандай ауа райы? Дұрыс жауабы бұлтты. Мәтінді мұқият тыңда. Солтүстік суық, оңтүстік ыстық, шығыс пен батыс жылы. Астанада -15 градус суық, қар аралас жаңбыр жауады. Алматыда күн бұлтты, -4 градус жылы болады. Семейде күн бұлтты, +1 градус жылы жаңбырлы болады. Тапсырма. Сөздерді аяттармен сәйкестендір. Тексер. Наурыз жаңбырлы және жылы. Шілде ыстық. Қаңтар қарлы және суық. Сонымен бүгін сабақ аяқталды. Сау бол.